Башыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше, өте дәмді орама гүл мантысының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін құрғақ ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып толықтай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен тұз қосылған жылы суымызбен осылай қолымызбен біріктіріп илейміз. Илеген кезде қамырымыз өте қатты немесе өте жұмсақ болмау керек. Орташа мөлшерде қамыр илейміз. Видеоның төмен жағында көрсетілген ингредиенттер бойынша жасасаңыздар, қамырыңыз біркелкі мантыны түйген кезде жыртылып кетпейтіндей керемет болып иленеді. Мінекей достар, қамырымызды қолымызбен біріктіріп илей бардық. Енді бұны шамамен 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. 10 минут қойып, қайтадан илеген кезде осылай қамырымыздың июі қанып, өз бабына келеді. Енді бұны тағы да 2 бөлікке бөліп, тағы да иін қандыруға қоямыз. Біз осы аралықта ішіне керекті начинкамызды, яғни салмамызды дайындаймыз. Ол үшін фарш немесе қолмен ұсақтап туралған ет керек болады. Мен пияз, сәбіз және де асқабақ қостым. Қазір күз мезгілі асқабақ маусымы болғандықтан өте дәмді болады. Осылай барлық ингредиенттерімізді ұсақтап 4-3 турап аламыз. Бірінші пиязымды осылай турап алдым. Осылай барлық ингредиенттерді өте ұсақ етіп майдалап турауымыз керек. Немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Осылай асқабақты және де сәбізді барлығын біркелкі етіп ұсақтап турап жаңағы фаршымыздың үстіне саламыз. Енді осылай сәл май араластырамыз. Өте құрғақ болып кетуге болмайды. Егер мұндай майды ұнатпайтын болсаңыздар, өсімдік майын қосып араластыра беруге болады. Бұны да ұсақтап тураймыз. Осылай барлық турап алған ингредиенттерімізді араластырып, үстіне татымына қарай тұз және де қара бұрыш, зира қоссаңыздар болады. Бұл керемет дәм, керемет иіс беріп тұрады. Мінекей достар, біздің салмамыз дайын болды. Енді мантымызды түйуге көшеміз. Жаңағы иі қанып тұрған қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жұқалап, жайып аламыз. Осылай құрғақ ұн себу арқылы осылай 2 жаймамды да жайып дайындап алдық. Мінекей достар, жұқа болуы керек осылай. Енді бұны осындай ұзын шақтап бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мінекей достар, видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Барлығын осындай біркелкі бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей достар, жаңағы бөліп кесіп алған әр бөлігіміздің үстіне осылай салмамызды орналастырамыз. Барлық жеріне бірдей етіп, өте көп салуға да болмайды, өте аз болып қалса да болмайды. Көз мөлшеріңізбен қарап тұрып, орташа көлемде осылай барлығына салмамызды орналастырып шығамыз. Енді орама мантымызды түйуге көшеміз. Осылай ортасынан орын қалдыра отыра осылай біріктіріп шығамыз әр жерінен. Мінекей достар, жаңағы біріктіріп барған әр бөлігімізді осылай дөңгелентеміз. Осылай ұлу сияқты оратып дайындаймыз. Мінекей достар, біздің орама мантымыз дайын болды. Осылай барлық мантымызды біркелкі етіп түйіп аламыз.
Мінекей достар, біз барлық орама мантыларымызды дайындап алдық. Енді бұны пісірмес бұрын міндетті түрде қамырымызды осылай сыртын майлауымыз керек. Бұл піскен кезде өте құрғақ болып қалмау үшін қамырыңыз өте жұмсақ болады. Енді бұны қайнап тұрған мантоваркамызда шамамен 35-40 минутта пісіріп аламыз. Достар, мінекей біздің орама гүл мантымыз дайын болды. Өте әдемі және де өте дәмді болып піскен. Қамыры да өз бабында жыртылмай ерекше болып пісті. Сондықтан осы рецепт арқылы сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.